Қытырлақ чикен. Сәлем достар, бүгінгі видеода қытырлақ чикен жасайтын боламыз. Чикенді жасау үшін қанаттарды жуып тазартып аламыз. Достар, бүгінгі видеода 100 дана чикен жасайтын боламыз. Керекті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдырдым. 1 литр томатты қазанымызға құйып, үстінен 2 литр су құйып, араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтыққа қара бұрыш, ащы бұрыш, приправа, тұз барлығын араластырып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достар, бұл рецепт арнайы тапсырысқа дайындалатын қытырлақ чикен рецепті. Достар, сіздер өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосуларыңызға болады. Сұйықтыққа дәмдеуіштерді ерігенше араластырып аламыз. Дайын болған мариновкамызға тауық қанаттарын салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. 30 минут өткен соң 10-15 минутта орташа отта қайнатып аламыз. Пісіп дайын болған қанаттарды сүзіп алып суытамыз. Кляр жасау: 1 литр су, 10 жұмыртқа, дәміне қарай тұз. Барлығын араластырып, сұйық масса жасап аламыз. Қытырлақ чикен жасау үшін піскен қанаттарымызды клярға салып және панировкаға салып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жасасаңыздар, міндетті түрде тамаша дәмді чикен шығады. 2 литр майымызды отқа қыздырып, чикендерімізді пісіріп алатын боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осы рецепті қолдана отырып, қытырлақ чикендерге тапсырыс алып, табыс табуларыңызға болады. Қанаттарды аудара отырып пісіріп аласыздар. Піскен қанаттарды шығарып аламыз. Мұқият болыңыздар, себебі тез піседі. Достар, өте дәмді қытырлақ чикендеріміз дайын. Сіздермен болған Қарлығаш, келесі видеода кездескенше.